Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді десерт Рафаэлло бисквитті рулеттің рецептімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Алдымен арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге дәл осындай түбі қалың ыдыс қажет. Осы ыдысқа жұмыртқамызды саламыз, қант ұнтағын саламыз, және де сүтімізді құйып, жүгері крахмалын қосып, баяу отқа қойып қоямыз. Дәл осындай қою масса болған кезде үстіне таза сары майымызды қосып, майымыз ерігенше бәрін жақсылап араластырамыз. Креміміз сәл суығаннан кейін үстіне кокос ұнтағын қосып, бәрін жақсылап араластырып, бөлек ыдысқа салып, бетін пищевая пленкамен жауып, холодильникке қойып қоямыз. Енді бисквит дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызға қантымызды салып, қантымыз ерігенше бәрін жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды қосамыз, үстіне жарты ас қасық қамыр қопсытқышты салып, електен өткізген ұнымызды қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне бізде дәл осындай масса болуы керек. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне осы дайын болған массамызды құйып, бәрін жақсылап тегістеп жайып аламыз. Бір келкі етіп жайып алғаннан кейін 180 градуста ысып тұрған пешке 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскеннен кейін бірден дәл осы ыстық күйінде өзімізге керек формаға орап қойып қоямыз. Бисквитіміз кішкене суығаннан кейін үстіне жаңа өзіміз дайындаған кремімізді арасына толық тегістеп жайып алып, үстіне кез келген жаңғақтың ұнтағын сүйіп шықсаңыздар болады. Міне рулетімізді орап дайындап алдық. Енді бетіне шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін менде дәл осындай табиғи ақ шоколад қолдандым. Ақ шоколадты су буына жақсылап ерітіп аламыз. Үстіне сәл сұйық май қосып, және де кокос ұнтағын қосып, кремімізді, яғни глазурды дайындап қоямыз. Міне арнайы ыдысқа решетканы қойып, үстіне рулетімізді қойып, өзіміз жаңа дайындаған креммен толық үстіне тегістеп жағып аламыз. Жағып алып, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Міне осымен біздің рулетіміз дайын болады. Арасына кокос кремі жағылған, сырты шоколадты глазурмен қапталған біздің Рафаэлло бисквитті рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, жасалуы оңай. Егер де видео ұнаған болса, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Үліпіл басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Менің арнамда бұдан да басқа көптеген рулеттердің видеосы жүктелген. Кіріп көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.